Сәлем балақай, әліппе сабағына қош келдіңіз. Өткен сабақта қандай дыбыспен таныс болды? Еске түсірейік. Дұрыс, қ дыбысымен таныс болғанбыз. Ендеше қ дыбысына берілген тақпақты бірге қайталайық. Қа, Қазақстанға қара. Қа, әсем қала мен кең дала. Қа, көз тоймайды қараса. Қа, қыран құстай биікке самға. Жарайсың балақай, тақпақты керемет жаттапсың. Келесі суретке назар сала ғой. Бұл суретте берілген не? Мысықтың кішкентай баласы марғау деп аталынады. Марғау сөзінде ең алғашқы қандай дыбыс? М. Біз таныспаған м дыбысы. Ендеше марғау сөзін буынға бөліп көрейікші. Марғау. Неше буын? 2 буын. Сөзде неше дауысты дыбыс бар? 2 дауысты дыбыс. Демек, 2 дауысты дыбыс 2 буынды құрайды екен. Келесі суретте берілген бұл мақта. Мақта сөзінде де м дыбысы сөздің басында орналасқан. Мақта сөзін буынға бөліп көрейікші. Мақта. Неше буын? 2 буын. Келесі суретте берілген бұл мұғалім. Балаларға сабақ үйретеді. Мұғалім сөзінде де бүгінгі біз өтіп жатқан қай дыбыс бар? М. М дыбысы сөздің қай жерінде орналасқан? Басында. Ендеше мұғалім сөзін буынға бөлейік. Мұғалім. Неше буын? 3 буынды құрайды екен. Мұғалім сөзінде тағы бір м дыбысы бар. Ол сөздің соңында орналасқан. Келесі суретте берілген бұл машина. Машина сөзінде м дыбысы сөздің қай жерінде орналасқан? Басында. Машина сөзін буынға бөлейік. Машина. Неше буынды құрап тұр? 3 буынды құрайды. Келесі суретте берілген қыздар жақсы көретін бұл моншақ. Моншақ сөзінде м дыбысы сөздің қай жерінде орналасқан? Дұрыс айтасың. Басында орналасқан. Моншақ сөзін буынға бөліп көрейікші. Моншақ. Неше буын? 2 буын. Ал моншақ сөзінде м дыбысы сөздің нешінші буынында орналасқан? Дұрыс, 1-ші буынында орналасқан. Келесі суретте бұл мұз. Мұз сөзінде де м дыбысы сөздің басында орналасқан. Мұз сөзін буынға бөлейік. Мұз. Неше буын? 1 буын екен. Тамаша. Ендеше бүгінгі біздің танысатын әріпіміз м дыбысы және әріпі екен. М дыбысы дауыссыз дыбыс. Себебі әндетілмей қысқа айтылады, көк түспен белгіленеді. Бұл м әріпінің баспа түрі, бұл м әріпінің жазба түрі. Төмендегі м дыбысына берілген буындарды бірге оқиық. Әр буынды 3 реттен оқимыз. Дайын болсақ, бастайық. Ма. Мо. Му. Тамаша. Оң жақта берілген біз танысқан жаңа мақта екен. Мақта сөзінде м дыбысы сөздің басында орналасқан. Келесі. М дыбысына берілген тақпақты бірге жаттайық. Ма. Жиналды мақта. Ма. Жасалды мата. Ма. Тігінші мақпал. Ма. Керемет
маман. Тамаша. Тақпақты тағы қайталап, жаттап ала ғой. Келесі тапсырма бұл буындап оқу. Буындап оқуды бастамас бұрын қарандаш алып, қазір біз әр қатарды нөмірлейміз. Бірінші қатар, екінші қатар, үшінші қатар, төртінші қатар, бесінші қатар, алтыншы қатар, жетінші қатар. 7 қатардағы буынды сөздерді қазір бірге оқимыз. Ол үшін әр сөзді 3 реттен қайталаймыз. Бірінші қатар, бірінші сөз. Май, май, май. Бірінші қатар, екінші сөз. Мал, мал, мал. Бірінші қатар, үшінші сөз. Мол, мол, мол. Тамаша. Екінші қатар, бірінші сөзді оқиық. Маса, маса, маса. Екінші қатар, екінші сөз. Мата, мата, мата. Екінші қатар, үшінші сөзді оқимыз. Мақта, мақта, мақта. Үшінші қатар, бірінші сөз. Тамақ, тамақ, тамақ. Үшінші қатар, екінші сөз. Оймақ, оймақ, оймақ. Үшінші қатар, үшінші сөз. Қармақ, қармақ, қармақ. Керемет. Ал енді төртінші қатардағы сөздерді оқиық. Төртінші қатар, бірінші сөз. Қалам, қалам, қалам. Төртінші қатар, екінші сөз. Тағам, тағам, тағам. Төртінші қатар, үшінші сөз. Маман, маман, маман. Бесінші қатар, бірінші сөз. Мақал, мақал, мақал. Бесінші қатар, екінші сөз. Мақала, мақала, мақала. Жарайсың. Алтыншы қатар, бірінші сөз. Айман, айман, айман. Алтыншы қатар, екінші сөз. Арман, арман, арман. Жетінші қатар, бірінші сөз. Марал, марал, марал. Жетінші қатар, екінші сөз. Мақпал, мақпал. Керемет балақай. Әр буынды сөзді керемет деңгейде оқып шықтың. Үйде де дәл осындай реттілікпен оқи ғой. Келесі тапсырмаға назар салыңыз. М әріптерін тап, суретке қарап әңгіме құрастыр. Көк түсті қарандашымызды аламыз. М әріпін суреттен мұқият қарап табамыз. Ағашқа қарайықшы, М әріпі қай жерде жасырылған? Дұрыс, ағаштың мынау үлкен дөңінде жасалыпты. Келесі, бұлттарға назар салайық. Бұлттарда М әріпі бар ма? Дұрыс, мұнда М әріпі жасырылған екен, бар екен. Тағы да қай жерде бар? Мұқият қара, тауларды қарайық. Тауларда да М әріпі жасырылған екен. Және үйдің шатырында да М әріпі тұр. Мұнда су тасып жүрген қыздарға қарай қойшы. Оларда М әріпі жасырылған ба? Дұрыс, су тасып жүрген бірінші қыздың көйлегінде де М әріпі жасырылған. Және де аулаға қарайық жайлаудың жан-жағына. Қай жерде М әріпі бар жасырылған?
Сиырдың үстінде де м әріпі жасырылған мінекей. Ал енді келесі жақындап бері қарай жақын қарасақ, алдымызда тұрған қыз бен мысықты қараңызшы, м әріпі жасырылған бар ма? Дұрыс, қыздың сол жақ сырғасында м әріпі жасырылған, және көйлегінде де м әріпі жасырылыпты. Тағы да қай жерде м әріпі табылмай қалды? Мұқият қарап, көк түсті қарындашыңмен үстін бастырып шық. Және осы суретті әдемі етіп түрлі түсті қарындашпен бояп шық. Барлығын жасап болған соң, осы суретпен отбасыңа әңгіме құрастырып, сондай шағын бір әңгіме айтып бер. Келістік пе? Ендеше келесі тапсырмаға назар салыңыз. Ребусты шеш. Бұл сурет бойынша қазір біз ребусты шешетін боламыз. Бірінші суретте біз танысқандай бұл не? Мақта. Қазір атауын жазып алайық. Мақта. Ребустың шешілуін қазір қалай шешілетінін сізге түсіндіремін. Мақта сөзінде соңғы екі әріпті сызып таста дейді. Соңғы екі әріп ол Т мен А әріпі. Сонда бізде мақ деген буын қалды. Ал мына тұрған сурет ненің суреті? Кім айтады? Дұрыс, жалау. Оның да атауын мұнда жазып қояйық. Жалау. Жалау сөзінде қай жердегі әріптерін алып таста дейді? Сөздің басында және соңында бірінші әріптерін алып таста дейді. Сөздің басындағы бір әріпті аламыз, сөздің соңындағы бір әріпті аламыз. Сонда бізде ала деген буын қалды. Барлығын мына бос торкөзге орналастырайықшы. Бірінші мақ деген буын қалды. Енді жалау сөзінде ала деген буын қалды. Барлығын бірге қосып оқиық. Қандай сөз шықты? Мақала. Мақала деген сөз шыққан екен. Тамаша. Барлығын жазып алса, келесі тапсырмаға назар салайық. Қай ертегі кейіпкерлерінде м дыбысы кездеседі? Қалаған ертегіні мазмұндап айт. Бірінші ертегі. Қандай ертегі, кімнің есінде? Дұрыс, жеті лақ туралы ертегі. Жеті лақ туралы ертегіде м дыбысы бар ма? Жоқ, әрине. Екінші тұрған қандай ертегі? Алдар көсе. Алдар көсе ертегісінде м дыбысы кездеседі ме? Жоқ, кездеспейді. Келесі тұрған үшінші суретте бұл қандай ертегі? Мақта қыз бен мысық ертегісі. Ал осы ертегілерде м дыбысы кездеседі ме? Әрине кездеседі. Ертегі кейіпкерлерінде екі кейіпкерде де м дыбысы бар. Мақта қыз және мысық дегенде де м дыбысы бар екен. Осы ертегілердің қалағанын өзің мазмұндап отбасыңа айтып бере ғой. Келістік пе? Келесі. Қазір біз м әріпін көркем жазамыз. Ол үшін қаламың қажет. Қаламыңды дайындап ал, менімен бірге әріп элементтерін бірге жаза ғой. М әріпін жазу үшін біз астыңғы сызықтан бастаймыз. Астыңғы сызықтан нүктелейміз, ілмегілеміз, жоғарғы қарай көтерілеміз. Бұл бірінші элементі. Екінші элементін жазу үшін жоғарыдан нүктелейміз. Төменге түсу арқылы екінші сызыққа келгенде ілмегілеміз. Бұл екінші элементі. Үшінші элементін де жоғарыдан бастаймыз. Нүктелеп, дүзу түсіп, астыңғы сызыққа келгенде ілмекті ілеміз. Осы үш элементті қоссақ, бізде м әріпі пайда болады. Ол үшін астынан бастап, әр элементті қосып, м әріпін көркем етіп жазайық. Дәл осы реттілікпен дәптеріңе м әріпін көркем жазып шық. Келесі. Мақтаға дейін дыбыстық талдау жасап бояп. М әріпін мақтаға дейін дыбыстық талдау жасаймыз. Ал ендеше ол үшін мақта сөзін біз реттілікпен тауып алайық. М, А, Қ, Т, А. Дағы дәл солай
мақтаға дейін дауыс шығайық. Мақта. 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 Реттілікпен тауып алдық. Енді қазір үлгі бойынша сізге тағы бір қайталап дыбыстық талдау жасауға көмектесейін. Бірінші тұрған м әріпі дауысты ма, дауыссыз ба? Дауыссыз. Ендеше көк түсті қарындашымызды аламыз да м әріпін көк түспен бояймыз. Мыдан кейін а әріпі. А әріпі дауысты немесе дауыссыз дыбыс? Дұрыс, дауысты дыбыс. Ол үшін бізге қызыл түсті қарындаш қажет. Қызыл түсті қарындашымызды алып, а әріпін көркем етіп бояймыз. А әріпінен кейін бізде қай әріп? Қ. Қ дыбысы дауысты ма, дауыссыз ба? Дауыссыз дыбыс. Көк түсті алып, Қ әріпін көк түспен бояймыз. Қ әріпінен кейін қай әріп келіп тұр? Т. Т әріпі дауысты ма, дауыссыз ба? Дауыссыз дыбыс. Демек, оны да көк түспен бояймыз. Ал Т әріпінен кейін қандай әріп келіп тұр? А. Ол қандай дыбысқа жатады? Дауысты. Қай түспен бояймыз? Әрине, қызыл түспен. Осы реттілікпен көк және қызыл түсті қарындашымызды алып, дыбыстық талдау жасап, мақтаның суретіне дейін жеткізе ғой. Тапсырманы орындап болсаң, тамаша. Бүгінгі сабақты қорытындылайық. Бүгінгі сабақта қандай тақырыппен таныс болдық? М әріпі және дыбысы. М дыбысы бізде дауыссыз дыбыс екен. Ол әндетілмей қысқа айтылады, кедергіге ұшырайды. Осымен сабағымыз аяқталды. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше.